Сәлеметсіздер ме? Модаға дайындық 9 сыныптарға арналған. 2023 жылы келген тесттардың жинағы. Талдау жасаймыз. Бірінші сұрақ. Бір ағаштың өмірін 60 кг макулатура қорғаса, 42 килокалория қорғайтын ағаш саны 7. Екінші сұрақ. 10 миллион халқы бар мемлекетте бір жылда 360 мың бала туылып, 120 мың адам қайтыс болады. Табиғи өсім коэффициенті тең болады. Жауабы 24 промилле. Үшінші сұрақ. 1911 жылы ашылған Доссор кен орны орналасқан мұнай алабы. Жауабы Орал Ембі. 1911 жылы ашылған Доссор кен орны орналасқан мұнай алабы. Орал Ембі. Екі санмен берілген шартты белгіні көрсет. Жеміс бағы дейді. 2023 жылы келген тест қой. Бесінші сұрақ. 2011 жылы Тынық мұхитында ашылған жер асты жанартауы. Жауабы Манавай. Келесі 3 санмен берілген. Жауабы аралас орман. Жетінші сұрақ. Вейковтың жоғары қысым белдеуінің Қазақстандағы тармағы өтетін ендік 50 градус солтүстік ендік. Келесі сұрақ. Абсолютті биіктік өлшенетін су айдынының реттік саны 1. Балтық теңізі көрсетілген. 9 сұрақ. Адам пайда болған эра, кайнозой эрасы. 10 сұрақ. Аден шығанағының реттік номерін көрсет. 4. 11 сұрақ. Аймақаралық миграцияның жоғары көрсеткіші байқалатын қалалар. Жауабы Нұр-Сұлтан, Алматы. 12 сұрақ. Ақпаратты жинақтау, кеңістікте тарату және тұтынушыға жеткізумен айналысатын сала, байланыс саласы. 13 сұрақ. Ақсай қаласы маңында орналасқан еліміздегі ең ірі мұнай газ кен орны шоғырланған физикалық географиялық нысан. Жалпы сырт. Келесі сұрақ. Алжир қаласына тән климаттық белдеу, субтропиктік белдеу. 15 сұрақ. Алматы облысында орналасқан рекреациялық нысан, Шарын шатқалы. 16 сұрақ. Алтай өлкесіндегі өзен саны. Жауабы 40. 17. Алтайдың кенді өлке аталу себебі қойнауындағы пайдалы қазбаларға бай. 18 сұрақ. Алтын емел ұлттық саябағы орналасқан облыс. Алматы облысы. 20 сұрақ. Алтын емел ұлттық паркінде орналасқан табиғат ескерткіші. Жауабы Әнші құм. Анд тауының пайда болуына әсер еткен тақталар. Наска және Оңтүстік Америка тақтасы. Келесі сұрақ. Арктикалық ауа ағындарының ықпалында болатын аймақ. Солтүстік Америка. Келесі сұрақ. Атлант мұхитындағы ағыс, Бразилия ағысы. Келесі. Атмосфера циркуляция түрлері, теңіз ағыстары. 25 сұрақ. Атмосфералық қысымы жоғары болатын тропиктік ендіктерден төмен қысым экваторға қарай тұрақты соғатын жел, пассаттар. Келесі сұрақ. Атмосфералық қысымы төмен белдеу, Антарктида. Келесі сұрақ. Ауадағы SO2 көбею салдары. Жауабы ғаламдық жылыну. Келесі сұрақ. Ауаның адами фактор арқылы ластануы 3-4. Келесі. Ауаның температурасы 30 градус, абсолюттік ылғалдылық 19 грамм метр кубына болатын болса, салыстырмалы ылғалдылық қанша? Жауабы 63-3. Келесі сұрақ. Аумағының жартысынан астамын орман алып жатқан аймақ Латын Америкасы. Келесі сұрақ. Африка халқының саны жөнінен бірінші орын иеленетін мемлекетпен шектесетін су айдынының реттік саны. Жауабы 10. Келесі. Африка халқының саны бойынша бірінші орын иеленетін елдің басты өзенінің атырауындағы өндіретін пайдалы қазба, мұнай. 36 сұрақ. Әлемдегі қоры бойынша Мароккодан кейін Қазақстан алатын кенсіз пайдалы қазба. Жауабы фосфор. Келесі сұрақ. Әлемдік жер қоры 13,1 миллиард гектар, соның ішінде 3,7 миллион гектар алып жатқан жарамсыз жердің үлесі 28,2. Келесі сұрақ. Бағытын жылына 2 рет өзгертетін жел. Жауабы муссон. Келесі сұрақ. Батыс Қазақстан облысындағы ең ірі мұнай газ кен орны Қарашығанақ. Келесі сұрақ. Батыс Тянь-Шаньның ең қиыр солтүстік батысындағы тау жотасында орналасқан туристік қала. Жауабы Шымкент. Ал оқушылар, модаға дайындық тестінің бір бөлігі сіздерге салынды. Осыны жаттап оқып алыңыздар. Сіздерден лайк, комментарий күтеміз. Алдағы уақытта тағы да салатын боламыз. Сау болыңыздар.